Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай кәдеден өте жұмсақ, өте керемет құймақтар жасауға кеңес береміз. Менің арнамда осындай керемет рецепттер табасыздар. Жіберіп алмас үшін подписаться кнопкасын басыңыздар. Ең алдымен біз кәделерімізді алып, осылай теркадан өткізіп, тұзымызды татымына қарай салып, жақсылап араластырып аламыз. Кейін оған жұмыртқамызды және де 3 ас қасық немесе 4 ас қасық ұнымызды қосып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Осы массамызды біз қызып тұрған табада майға екі жағы қызарғанша осылай жақсылап тұрып қуырып аламыз. Осындай етіп құймақтарымызды қуырып аламыз. Массасы қою болу керек, сол кезде ғана олар бөлінбей, тарап кетпей шығады. Осындай құймақтарымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай, жеңіл, әрі өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Сіздермен болған Жансая. Лайк басуды ұмытпаңыздар.